Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ерекше өте дәмді болып шығатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші қамырын жасаймыз. Ұнға тұзды қосып араластырып, ыстықтай қайнаған суды құйып, одан соң бір қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап лопаткамен араластырамыз. Суыған соң қолымызбен қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды демалтып қоямыз. Енді начинкасын жасаймыз. Тауық етіне картопты, пиязды және осындай укропты қостым. Барлығын төртбұрышты уақтап турайсыз, тұз бұрышын дәміне қарай қосып араластырасыз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп алып, жұқа етіп жаясыз. Менде 10 бөлік шықты. Енді осы видеода көрсетілгендей кәсенің көмегімен осындай манты тәріздес етіп түйіп шығамыз. Табамызға сұйық майды құйып, пиязды салып қуырамыз. Сәл қызарғанда чеснокты саламыз. Одан соң теркадан өтілген сәбізді салып, барлығын жақсылап араластырып, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, аздап су құйып жібереміз. Енді осыған жаңағы жасап қойған мантыларымызды салып шығамыз. Барлығын осылай бір-бір деп салып, үстінен әрбір жерінен су құйып шығамыз. Орташа отта шамамен 40-50 минут пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді тағам шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.